Ассалаумағалейкум Ерсін ұстаз. Уалейкумассалам рахматуллах. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді біздің Атырау облысына көптеген ұстаздар келіп жатыр. Сізді енді осы подкастқа қонақ қылып шақырып, өзекті мәселелерді ілімдерді оқу, шетелде медреселер немесе университеттерде оқу. Енді өзіңіз 2001-2006 жылдары Ливан мемлекетінде Триполи университетінде шариғат және ислам ғылымдары факультетін аяқтаған екенсіз. Мамандығыңыз теолог ислам танушы. Осы шет елде оқымай тұрып, қандай жерлерде оқыдыңыз? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Енді мен бірінші діни білімімді сол өзіміздің үйде әкемнен алып бастадым. Әкем Бұхара қаласындағы Мир Араб медресесінде оқыған. Одан кейін Ташкентке барып қарилыққа оқыдым. Және сол қарилықта Шымкент қаласындағы Дарыл Арқам медресесінде тамамдап, одан кейін Алланың қалауымен шетелге дін оқуға шықтым. Яғни шетелге шығудан алдын мен сол өзіміздің елде және көршілес Өзбекстан елінде қарилықта оқыдым. Қарилық дегеніміз, яғни Құранды бастан аяқ жаттауға бағытталған оқу түрі. Алланың қалауымен сол жерде оқып, одан кейін барып шетелге шықтым. Енді шет елге шықпай тұрып, қандай білім алу керек? Жалпы енді шет елге барудан алдын мынандай білім алу керек, мына нәрсені оқу керек деген нақты бір, яғни шариғи талап жоқ. Бірақ шет елге шығудан алдын адам оңды солын танып, және қайда бара жатыр, қандай ұстаздардың алдына бара жатыр деген сияқты мәселелердің бәрін егжей-тегжейлі біліп, үйреніп, содан кейін барып шешім қабылдау қажет. Енді қазір Құдайға шүкір бұл нәрсе жалпы анық болып қалды. Осы 90-шы жылдардың басында, 2000-ші жылдардың басында, мысалы біз оқуға кетіп жатқан кезде әлі исламның ішіндегі бағыттар мәселесі, кім қандай бағытта, қандай университет, қандай бағытты үйретеді деген мәселеде нақты елімізде түсінігі жоқ еді. Сол үшін әйтеуір ана жақта университет бар екен, жақсы, мына жақта университет бар екен деп қай жаққа қабылданды. Сол жаққа кетіп, сонымен сол жақтан үйреткенін алып келіп елге таратты. Сол бағыттың, былайша айтқанда, елдегі өкіліне айналды. Ал енді қазіргі таңда Құдайға шүкір қандай университеттер бар, және ол университеттерде қандай бағыт оқытылады, және біздің ұстанымымыз қандай, бағытымыз қандай, мұның барлығы анық болды. Және бұрынғы уақыттағыдай қазір ешқандай бір мәліметсіз кетпейді, және көптеген оқу орындарында оқып кеткен, оқып сол жақта бітірген, сол жақтың түлектері бар, және кетіп жатқан шәкірттерге бағдар бере алады. Және сондай-ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында арнайы осы шетелмен байланыс құратын, және сол жақтағы оқу орындарына қатысты мәселелерді реттейтін арнайы бөлімдер бар. Сол үшін де қазір бұл мәселе жалпы жолға қойылған деп айтуға болады. Бұрынғы уақытта өзіңнің бағыт-бағдарыңды білместен шетелге шығу қауіпті деп айтуға болады. Мысалы, біз өзімізде әйтеуір Алланың қалауымен, Алла тағала дұрыс жерге бағыттап, сөйтіп барғаннан кейін мынандай бағыт бар екен, исламның ішінде мынандай бағыт бар екен, мынандай бағыт бар екен, мына бағыт дұрыс екен, мына бағыт ақиқаттан ауытқыған екен деген сияқты мәліметтерді сол жаққа барып үйрендік. Оған дейін елде біз жалпы енді Ханафи мазхабын ұстанамыз деген
сөзді ғана білмесек, одан басқа былай мысалы ақида деген не, ақидада қандай бағыттар бар, қандай ағымдар бар деген сияқты мәселелерді білмейтін едік. Және қай университет не үйретеді, қай университеттің бағыты дұрыс емес, оны да білмейтін едік. Мысалы менің өзімде мынау Мәдина қаласындағы Ислам университетіне документімді жібергенім бар. Неге? Өйткені біз кімнің кім екендігін, не үйрететіндігін білмейміз. Бірақ әйтеуір Алла қалап түсу нәсіп болмады. Және одан кейін енді сол Ливан мемлекетіне барып, ұстаздардың алдында отырып, оқығаннан кейін ақиданың не екендігін, фихтің не екендігін, ағымдардың не екенін үйреніп білгеннен кейін біз біле бастадық. Мына жерде мынандай бағыт үйретіледі екен, мына жақта мынандай бағыт үйретіледі екен, мына елде мынандай бағыт үйретіледі екен деген сияқты. Мынау өзіміздің әхлі сүннаның ақидасын үйрететін университеттер мынау екен. Мына университетте мына мазхабқа басымдылық беріледі. Мына университет мысалы мынандай бағытта мына мазхабты үйретеді деген сияқты осындай мәліметтерді сол жаққа барғаннан кейін әйтеуір Алла өзі дұрыс ұстаздарға бағыттап, дұрыс университетке бағыттап білдік, үйрендік. Бірақ олай білместен сол басқа бағыттарды үйрететін, басқа ағымдардың ұстанымын үйрететін университеттерге түсіп кеткен жігіттер бар. Олар біліп барған жоқ та, біліп барған жоқ. Ал қазіргі уақытта қай жаққа кетіп жатса да, елден кетіп жатқан жігіттер біліп барады. Яғни оның ұстанымы анық. Алдында сол жолды жүріп өткен адамдар бар. Мысалы Мәдинаға барса да, ол біліп, саналы түрде сол жаққа барып жатыр. Әл-Азарға түсіп жатқан адамда, мысалы бағанағы Иорданияға барып ол жаққа түсіп жатқанда барлығы өзінің нені үйренгісі келетіндігін біледі. Ол жақта қандай шейхтар бар, кімдерден сабақ алуға барады, сабақ алуға болады, оны да біледі. Және сол жерде оқып кеткен жігіттер бар, мынандай университет бар, немесе мынандай шейхтар бар, қосымша сабақ алуға болады деген сияқты. Қазір Құдайға шүкір сол шетелдегі оқуларға қатысты толыққанды мәлімет бар. Енді бүкіл елге қатысты емес, мысалы біреу барып Мароккоға барып оқимын десе, енді ол жаққа қатысты қатты бір не жоқ. Бізде көп мәлімет жоқ, немесе тағы бір басқа сондай Африка елдеріндегі университеттерге қатысты, бірақ Әл-Азарға қатысты белгілі. Енді бірақ сол оқуға шығып жатқан жігіт өзінің ұстанымы қалыптасқан болса, ақидасын білсе, фихын білсе, былайша айтқанда ода фильтр болатын болса, ол барған кезде жеңіл бұл мәселені барғаннан кейін сол дұрыс ұстаздарды таба алады. Сол үшін ұстаз, мына кейде біз мынандай әлеуметтік желілерде мынандай шақыруларды қараймыз. Саудия, Медина, Катар, Египет осындай мемлекеттерден гранттар бөліп жатады. Арабша үйрену, одан кейін шариғат деген сияқты. Сол ислам дінімен енді танысқан адам, әлі білімі таяз, былай айтқан кезде сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бірінші фундаментті құрып алу керек, осы жерде ақиданы біліп алу керек, одан кейін бару керек деген сияқты. Енді осындай мемлекеттер кейде гранттар бөліп жатады, жағдай жасайды, былай айтқан кезде. Енді бұндай жерлерге бару қалай болады, ұстаз? Осы жерінде айтып берсеңіз. Енді қазір алдын ала мен айтып кеттім ғой. Біріншіден негізі қолдан келсе, осы елде бастапқы діни білімді алып, мысалы медресе тамамдап деген сияқты сөйтіп шығатын болса, нұр үстіне нұр болады. Неге? Өйткені ол бір жағынан араб тілінде жетік үйреніп шығып, ол жаққа барған кезде қиналмай бірден білім алып, толық пайда ала алады. Екіншіден, ол адам нақты біледі, өзінің ұстанымын біледі деген сияқты. Ал енді өзінің ұстанымын үйренбестен және барып жатқан университеттің қандай бағытта екенін білместен, ешкіммен ақылдаспастан өз алдына мынау ел, мысалы дамып кеткен ел, экономикалық жағынан мықты, мына жерде стипендияны көбірек береді екен, немесе мына қала қасиетті қала деп сондай бір өлшемдермен өлшеп,
соған қызығып оқуға кетіп қалу дұрыс емес. Ол кезде енді дұрыс емес адамдардың алдына баруына, дұрыс емес оқу орнына түсу қаупі бар жалпы. Сол үшін де адам бұл жақтан барардан алдын нақты қайда бара жатыр, кімнің алдына бара жатыр, соның барлығын біліп, және сол ұстаздармен ақылдасып, елде бізде имамдар бар, мешіттерде бар, солармен ақылдасса, олар да білгенін айтады. Егер ода мәлімет болмаса, басқа имамдарға шығады, ұстаздарға шығады, сөйтіп, мына университетке баруға болады, мына университетке баруға болмайды деген сияқты оған ақыл кеңесін айтады, бағыт бағдар береді. Сол себепті яғни адам өзінің қайда кетіп жатқанын білместен баруына болмайды, және негізгі өлшемді мынау дамып кеткен ел ғой, мына елдің экономикасы мықты ғой, мына жерде стипендиясы көп деген сияқты, немесе мынау қасиетті қала деген сияқты өлшемдермен қарамау керек. Жалпы енді шариғат, ақида ілімдері енді шетелде алу былай ешкіммен ақылдаспастан алу енді қауіпті болса, ал енді Құран жаттау орталықтары ше. Мысалы, ол жерде ақида ілімдері алынбайды, шариғат ілімдері алынбайды, барады, тек қана Құран жаттап сөйтіп қайтады. Ондай Құран жаттау орталықтары қалай болады екен? Енді жалпы Құран жаттау орталықтары дегенде, егер араб елдеріне келетін болсақ, араб елдерінде барып жатып оқитын Құран жаттау орталықтары жоқ деуге болады. Мен қанша елден келген, мысалы, жақында Құран жарысында болдым Түркияда, сол жақта жөрелікте келген жігіттерден де сұрайсың, ұстаздардан да сұрайсың, сіздерде осындай ішкі жатақханасымен жатып Құран жаттайтын орындар бар ма десек, жоқ дейді. Жалпы араб елінде Құранды үйінен келіп кетіп жүріп қатынап дейді ғой, бағанағы мешітке барып, немесе ұстаздың алдына барып тапсырып жаттау қалыптасқан. Бұл деген бізде кәдімгідей. Бізде мысалы арнайы медреселер бар, Құран жаттату орталықтар бар, діни басқармаға қарасты. Сол жерде жатып, мысалы 3 жылын, 4 жылын арнап Құран жаттайды. Бұл Түркияда да бар, яғни ішкі жатақханасымен. Ал араб елдерінде ондай орталықтар жоқ деуге болады. Сол үшін барам деген адамның өзі де таба алмайды ондай орталықты. Неге? Өйткені ондай орталық жоқ. Ол тек қана университетке түссе, немесе басқа бір оқуға түссе, бір шейхтарды тауып алып, Құраннан сөйтіп соларға барып күндіз сабақ тапсырып тұрмаса, былайша жатқызып оқытатын орындар жоқтың қасы. Сол үшін де ең дұрысы, Құран жаттаймын деген адам осында елде Құранды жаттап, одан кейін егер ары қарай қырағаттар оқимын деп жатса, енді Құдайға шүкір, оған да елде мүмкіндік бар. Ижаза орталығы бар, ол жерде 10 қырағаттан ижазасы бар ұстаздар бар деген сияқты. Сол жерлерге барып оқитын болса, Құдайға шүкір, қазір елімізде де 10 қырағаттан ижазаға оқуға болады. Ал бірақ сонда да, мысалы, мен барып оқимын десе, сол қырағаттарды оқуға шығуға болады. Үлкен шейхтар бар, әлемдік шейхтер бар, солардың алдына барып отырып оқимын десе, мысалы, Түркия елінде біраз ұстаздар бар деген сияқты. Ал бірақ Құранды жалпы елде жаттап, енді Құран жаттау орталықтарында тек қана Құранды жаттатпайды ғой. Оған қосымша ақида үйретеді, фиқ үйретеді деген сияқты, тіл үйретеді. Сонымен оның бағдары, жалпы қайда бару керек деген сияқты мәселелері сол орталықтарда жүрген кезде белгілі болады. Ол сол жерде біліп үйрене алады. Одан кейін ары қарай тағы да өзін дамытамын десе, сол қырағаттарды оқуға шығуға болады. Арнайы қырағат факультеттері бар. Кейбір елдерде сол қырағат факультетіне түсіп, егер Құранның толық маманы боламын, арнайы кәдімгі дипломым бар, маман боламын десе, солай ары қарай оқу жолын жалғастыруына болады.
Енді ұстаз, өзіңіз 5 қырағаттың иесі екенсіз. Жалпы енді бізде білеміз ғой, мынау 7 қырағат деген бар, 10 қырағат деген бар. Сол қырағат дегеніміз не? Өзіңіз қысқаша бір жауап берсеңіз, түсіндіріп. Енді қырағат дегеніміз бұл Құранды оқу тәсілдері, оқу жолдары. Қысқаша айтқанда, кейбіреулер 10 қырағат десе, оны бір 10 мақам, 10 бағанағы 10 түрлі әуен деген сияқты солай түсініп жатады. Олай емес. Бұл 10 түрлі қырағат дегеніміз 10 түрлі оқу ережелері, оқу жолдары. Енді әрбір қырағаттың ішінде тағы риуаят деген бар. Сонымен жалпылама 20 риуаят болады. Мысалы, біздің оқитынымыз бұл асым қырағатының ішіндегі хафс риуаяты. Яғни біздің Құрандардың артын ашып қарасаңыз, бір риуаят хафс ана асым деп тұрады. Асым қырағатының ішіндегі хафс риуаяты. Ол асымның тағы да шуба деген екінші риуаяты бар. Яғни негізгі ережелері бір қырағаттың астында екеуі, бірақ екеуінің арасында да тағы да айырмашылықтар бар. Сол сияқты басқа қырағаттарда да 2 риуаяттан бар. Сонда бізде жалпы 20 түрлі оқу жолы бар. Оның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген. Және сол қырағатқа оқимын деген адам сол оған қатысты өзінің ережелерін оқиды. Мысалы, біз тәжвид оқимыз ғой. Тәжвидте ережелер бар. Мына әріпке жолықса былай болады, мына әріпке кіріп кетеді, мына жерде 6-ға созылады, мына жерде 4-ке созылады деген сияқты. Тура солай басқа қырағаттардың да өзіндік ережелері, қағидалары бар. Тәжвидтік ережелері бар. Соны үйренеді. Мысалы, мынандай уәзінде келсе, ималямен оқылады, мынандай уәзінде келсе, тақлилмен оқылады деген сияқты. Әлгі кейде естіп жатамыз ғой, Абдул-Васит, тағы да басқа да қарилардың ваддухе деп оқып жатқанын, мынау былай оқыды ғой деп кейде кейбіреулер түсінбей жатады. Сол басқа қырағаттардағы оқу жолдары. Демек, 10 қырағат дегеніміз бұл 10 түрлі, енді ішіндегі риуаяттармен бірге алған кезде 20 түрлі оқу жолы, 20 түрлі тәжвид ережелері. Қырағатқа оқитын адам соның барлығын оқып шығады, және одан кейін яғни негізгі ережелер бар, барлық жерде бірдей жүретін. Одан кейін ережеге бағынбайтын сөздер бар. Мысалы, бізде егер бір аятта «Ва илаллахи тарджиул умур» деп келетін болса, істер Аллаға қайтады деп, басқа бір риуаятта «Ва илаллахи турджаул умур», істер Аллаға қайтарылады деген сияқты. Кейде сондай бір біз буют деп оқысақ, биют деп оқиды деген сияқты, сондай бір нелері болады өзінің. Фуруш дейді, ерекшеліктері болады. Енді оның барлығын қамтыған өзі өлең жолдарымен жазылған арнайы кітапшалар бар. Мысалы, Мәтну Шатибия деп жатады. Сол қырағаттарды толығымен меңгеретін адам сол кітапшаларды жаттайды. Неге? Өйткені ол жерде қырағаттардың арасындағы ерекшеліктерді жазып бекітіп кеткен. Соны жаттап, әлгі қырағаттардың арасындағы ерекшеліктерді жадында ұстап жүреді. Жалпы қысқаша айтқанда қырағат дегеніміз осы. Енді бізде мынау қазір тарауих намаздарын өткізіп жатыр ғой. Енді бізде Қазақстанда да қырағат иелері адамдар өте көп. Бұл көп болып жатыр, бұл айтқан кезде. Енді мына әлеуметтік желіде кейде байқап қаламыз, мына Мысырда немесе мына Дубайда, сол жерлерден бір қариялар шығып тарауих намазын алдында айтады екен былай: бүгін асым қырағатымен оқимыз. Қазіргі мына 2 ракатты уарш қырағатымен оқимыз деген сияқты. Бізде де бар ма ондай? Енді әр күн әртүрлі риуаятпен немесе қырағатпен оқып жатқан жерлерді мен естіген жоқпын. Бірақ кейбір жиындарда басқа қырағатпен Құран оқуға берген кезде оқып жатады. Қырағат оқыған жігіттер, яғни бір намаздың ішінде емес, намаздың сыртында басқа уақытта оқып жатады. Енді біздің халық жалпы
біріншіден енді Құранды көп жамағаттың арасында Құранды көп жаттағандар көп кездеспейді. Кейбіреулер түсінбеуі мүмкін. Бір осыдан қанша жыл алдын 2008 жылы бір қызық оқиға болған еді. Мен Қарағанды қаласында хатым түсірдім. Сол кезде сол уақыттағы келісім бойынша екі елдің арасындағы Ливия мемлекетінен бізге 2 қари келді. Олар жылда 2 қари жіберіп тұрамыз деп сондай келісім болған. Кейін оларда соғыс басталып кетті, сонымен тоқтап қалды. 2 жыл қатарынан қари келді. Соның біреуі Қарағандыға келді. Ол кісі Нафия қырағатының ішіндегі Қалун риуаятымен оқитын кісі еді. Енді ол жақта сол риуаятпен жаттатады. Соланы Фатиха сүресіне келсек, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим. Біз Малики деп созатын болсақ, олар созбай Малики яумиддин деп оқиды. Сол жерде оған айтылды. Енді бізде халық түсінбеуі мүмкін, сол үшін Малики деп созып айтсаң деп. Енді Қалунмен арадағы айырмашылық Фатихада сол жерде ғана. Сөйтіп ол жарайды деп Малики яумиддин деп оқып жүрді. Бірақ толық Құранды енді біздің қырағатпен оқи алмайды ғой, неге өйткені ол өзінің қырағатымен жаттаған. Және басқа қырағатпен оқу үшін ол ойлану керек те, ойланып отырып оқу керек. Сен өзіңнің негізгі жаттаған қырағатымен оқыған кезде ойланбай, енді тіліңе бірден сол келеді. Ал басқа қырағатқа ауысқан кезде соның ережесін есіңде сақтап отырып оқуың керек. Ол басқа кәдімгі намазда, күнде, хатымда өзінің риуаятымен оқитын. Бір күні Ясин сүресіне келді. Ясин сүресіне келген кезде Ясинде енді біраз кісілер жаттаған ғой, имамдар жаттаған. Сол Ясин сүресін оқып дем салады деген сияқты. Ясин сүресінде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва жаална мин байни айдихим садда деген жерде ол риуаятта судда деп оқылады. Ва жаална мин байни айдихим судда ва мин халфихим судда деп оқыды. Кейін намаздан кейін ақсақалдар амандасып жатқан кезде, біз мына кісіні бір үлкен мықты қари десек, Ясин сүресінің быт-шытын шығарды ғой деп, олар түсініп тұрған жоқ та, ол кісінің басқа риуаятпен оқып жатқанын. Сол сияқты кейде адамдар түсінбейді. Яғни басқа қырағатпен оқылып жатқанын да аңғармауы мүмкін. Енді араб елдерінде адамдар көбінесе біледі. Құран ілімдері кеңінен тараған елдерде, ал бізде әлі оған уақыт керек. Сол үшін де намазда күнде әртүрлі қырағатпен оқып жатқан қариларды мен өзім білмеймін. Мүмкін бар шығар, бірақ менің білуімше, yani болған күнде де ол бір-екеу болуы мүмкін. Қазірге дейін естіген жоқпын. Жақсы, ұстаз, енді мына шариғи ілім алған студенттер жайында келсек, кейде мына шетелдерден бітіріп келеді студенттер, шариғат исламтану мамандығын бітіріп келеді. Енді біздің Қазақстанда да университеттерден бітіреді, көбінесе шетелден келген университеттер, студенттер сөйтіп келеді де пәтуа бере бастайды. Енді ауыр пәтуаларды айтады. Былай қарасаң, кітапта келеді Ханафи мазхабының кітаптарында. Бірақ енді сол үкімдерді, енді қиын үкімдер ғой халыққа, сол үкімдерді әлеуметтік желіге айтпай қойса екен деген бір не бар да, жаңағыдай ішінен айтып тұрасың. Жалпы былай мысалы бір үкім берген кезде хикмет деген нәрсе болу керек қой. Соны біз қалай үйренеміз жалпы? Енді Алла тағала Құран кәрімде ю'тил хикмата ман яша ва ман ю'тал хикмата фақад утия хайран касира. Алла тағала даналықты қалаған адамына береді. Кімге даналық берілсе, оған көп жақсылық берілді деп айтады ғой. Біріншіден, енді бұл хикмет деген нәрседе тәжірибемен де келіп жатады. Одан кейін бірінші оқып келген кезде жас болады, кішкене қызба болады. Орысша юношеский максимализм дейді ғой, сондай нәрсе болады. Тіпті мына басқа ағымдардағы жігіттерді қарайтын болсаң, сондай бір ағымдар бар елде.
олар адал арамды үйренбейді. Олардың ұстанымы адамдарды талқылауға арналған да, бағытталған. Ананыңкі дұрыс емес, анау хизбит, анау анандай, мынау мынандай, анау тәмия жасайды, мынау мынандай жасайды. Өздерінің іштерінде бір-біріне раддия. Ана кірген адам тек қана сол ақиданы терең үйреніп, ішкі жан дүниені тазалауды терең үйреніп, адал арамды терең үйреніп деген сияқты олай білім алмайды. Ол адамдар талқылап кетеді да. Ал адамдар талқылау деген бұл дерт кәдімгі. Сөйтіп жүріп қазір қарасаң 40-тан асып кеткен жігіттер солардың ішіндегі шаршағанда ол нәрселердің бәрін тастап тек қана өзінің намазын оқып, бұл маған қызық емес, шаршап кеттім деген сияқты. Уақыт өте келе кейде адам сол кейбір нәрселерді түсінеді, кейбір нәрселерден шаршайды деген сияқты. Жалпы уақытта бұл жағынан көмектеседі. Одан кейін шетелде оқып келіп пәтуа беріп жатқандар бар, бірақ жалпы елде оқып та пәтуа беріп жатқандар бар. Неге? Өйткені кітап доступны ғой. Енді ол мысалы ұстаздарынан үйренді. Бірақ өзі терең ойлана алмайды, немесе ұстаздар ол мәселелерді дұрыс үйреткен жоқ. Сонымен ол кейін араб тілін үйренгеннен кейін өзі кітаптарды ашып көреді. Мына жерде мынадай пәтуа бар екен, мына жерде мынадай пәтуа бар екен деп, сонымен сол оқып алғанымен пәтуа беріп бастайды. Енді қазір кітапта доступны, былайша айтқанда әлеуметтік желілерде, жалпы интернет желісінде кез келген кітаптың PDF форматы бар. Жүктеп алады да, оқи береді. Сол үшін де, яғни бұл жерде адамның өзіне көбірек байланысты сияқты. Адамның өзіне. Енді біріншіден үкімді үйрету бар. Үкімді үйрету кітаппен, кәдімгі кітапты бастан аяқ оқумен, үйренумен болады. Ал енді пәтуа деген, бір адам келіп сұрақ қояды, сол адамға соның жағдайына, ол өзінің жағдайын түсіндіреді деген сияқты. Соған қарай пәтуасы беріледі. Кейде бір мәселенің өзінде екі адамға екі түрлі пәтуа берілуі мүмкін. Неге? Өйткені екі түрлі жағдайда болады. Сол үшін де Суфиян ас-Саури деген үлкен ғалымның айтқан сөзі бар. Фиқ дегеніміз ол сенімді адамнан берілген, арабшасында рұхсатун мен фиқа деп келеді. Яғни сенімді оқыған адамның берген бағанағы соның мәселесін шешіп беретін бір әйтеуір дінде оған діннің шеңберінде жеңілдік тауып беру деп солай айтқаны бар. Яғни мәселе тек қана үкімді айту емес, сол діннің шеңберінің ішінде оның мәселесін шешіп беру. Яғни кейде кейбіреулер айтады, ол сенің проблемаң емес, ол сенің мәселең емес, сен тек қана сол діннің үкімін айтуың керек болды дейді. Үзілді кесілді мәселелер бар, үзілді кесілді мәселелер бар. Ол жерде сен былай істе деп айта алмайсың. Өйткені мысалы бұл жерде не арам мәселесі, не адал мәселесі. Ондай жерде сенде таңдау жоқ. Ал енді бірақ ғұламалардың арасында тартысты мәселелер бар. Басқа мазхабтардың көзқарасы бар деген сияқты. Ондай кезде оқыған адам жан-жақты қарастырып, әлгі кісіге пәтуасын беріп жатады. Есімде бірде бір шетелде отырып пәтуа беретін жігітке ханафи мазхабын ұстанады, бірақ былай өмірге араласпаған, діни білімін алғаннан кейін соны адамдардың арасында жүріп практиковать етпеген, былайша айтқанда, таза теоретикті, теориясын оқып алған болды.
оның қаншалықты кейде кейбір нәрселерді орындау қиын екендігін түсінбейді. Мысалы жай ғана жаназа мәселесінің өзінде қанша адамдардың шығарып алған дүниелері бар. Сен барып, жоқ, мына нәрсеге тыйым салам, мынаны тоқтатам десең, олай істей алмайсың. Ол кезде де даналық керек. Онда былай істейік, қолдан келгенше мейлінше шариғатқа жақындату деген сияқты. Әлгі жігітке сұрақ қойып жатыр. Ол жігіт сол жүзді жауып жүру керек, жүзді ашуға болмайды деген ұстанымдағы жігіт. Жазып жатыр бір әйел кісі. Менің жағдайым жасайтын адамым жоқ. Күйеуім қайтыс болған, немесе күйеуім ажырасқан, күйеуіммен ажырасқанмын. Енді жұмыс істеуім керек. Жүзім жауып алып жұмыс істесем еш жерде қабылдамайды. Не істесем болады деп. Сөйтсе әлгі кісі бет әурет, бетті ашуға болмайды. Жауабы солай да, бет әурет, бетті ашуға болмайды. Жақсы, енді не істейді енді? Не істейді? Ол сенің көзқарасың, сол шариғаттағы үзілді кесілді көзқарас па, жалғыз көзқарас па сол? Мына жақта қанша ғұламалар жүз әурет емес екендігін айтқан ғой кітаптарында. Неге сен оны ескермейсің? Жарайды, енді сен үйтіп пәтуа бердің бе, онда әр айда оған сол отбасын асырауға жететін ақшаны жіберіп тұрсың. Мен сен жағдайын жасаймын, осы пәтуамды ал деген сияқты да. Енді тығырықтан шығатын жол керек қой. Тығырықтан шығар жоқ, мен сол ең мықты деген пәтуаны беруім керек болды дейді. Жоқ, олай емес. Олай емес. Дін жалпы тек қана бір мазхабтан немесе басқаптың ішінде бір көзқарастан тұрмайды. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында ғұламалар кеңесі бар. Мысалы, ғұламалар кеңесі осындай өзекті мәселелерді қоғамда көтеріліп жатқан қарастырады. Пәтуа бөлімімен бірге әрдайым жұмыс істейді. Пәтуа бөліміне сұрақтар түседі. Көп адамдарды мазалаған сұрақтар, кейін олар ғұламалар кеңесіне көтереді. Өздері пәтуа дайындап келеді, сөйтіп сол талқыланады деген сияқты. Сол жерде қаншама пәтуалар басқа мазхабпен берілді. Мысалы, жай ғана мысал ретінде задатық деген мәселе бар. Задатық деген мәселе бар. Сен алдын ала, мысалы, белгілі бір ақшаны беріп қоясың. Бір нәрсені алам деген кезде, немесе бір нәрсені жалға алам деген кезде беріп қоясың. Біздің мазхабта оған рұқсат жоқ. Басқа мазхабтарда рұқсат бар. Бір жігіттер оқып келген кезде, енді бірінші жылдары басында біздің мазхабта болмайды деп пәтуа берген бір жігіттерге. Олар көліктерін арендаға беретін жігіттерді, жалға беретін. Маған хабарласып жатыр: ұстаз, осындай пәтуаны пәленше кісі болмайды деп айтып кетіп еді. Біз задатық сұрамаймыз. Сонымен адамдар болды, мен сен машинаңды бүгін жалға алам дейді. И соңғы сағатта атмен жасайды. Неге атмен жасайды? Өйткені ол еш нәрсе төлеген жоқ та. Еш нәрсе төлеген жоқ, оған қиын емес. Мен сол адам алады деп, қанша одан кейінгі звондаған адамдарға атмен беріп тастағам дейді. Жоқ, бұны алып қойды арендаға, бос емес деп. Бірақ ол соңғы уақытта келеді, отказ жасай салады деп. Яғни мен алмаймын деп, немесе мүлдем хабарласпай-ақ қояды. Ал енді ол алдын ала ақшасын төлеп қойса, мысалы бағанағы 10%, 20% төлеп қойса, енді ақшам кетіп қалады деп, ол уәдесінде тұрады ғой. Ол былайша айтқанда адамды уәдесінде тұрғызатын бір себеп. Немесе бір затты алып жатырсың. Ол сатылған деп ол жерге жазып қояды, сен алып кетеді деп отырады. Сен келесіңде соңғы уақытта алмай қоясың. Енді еш нәрсе төлемегеннен кейін бас тарту оңайды. Біздің кәсібімізде өте қиын болып қалды, ұстаз, не істесек болады деп мен айттым. Басқа мазхабтарда бұл мәселенің үкімі былай, сол үшін сен задатығыңды ал. Егер ол бас тартып жатса, соның себебімен сен зиянға ұшырап жатсаң, онда сол ақша сенде қалады. Мазхабтарда бар.
деп сөйтіп айттым. Мгм. Кейде сондай бір пәтуалар адамдарға қиындық тудырады. Адамдарға қиындық тудырады. Ал басқа мазхабтарда басқа көзқарас бар, немесе сол бір мазхабтың ішінде кейде түрлі көзқарастар болып жатады. Мгм. Егер әлгі көзқарас бір шәз дейді ғой, шәз ешқандай ғұлама олай пәтуа бермеген бір ғұламаның қателігі Мгм. есептелмесе, онда ол көзқарасты қарастыруға болады. Ал егер Мгм. шәз деп енді солай аталады, шәз көзқарас, яғни бір ғалымның қателігі деп есептеледі да. Оны ешкім қолдамаған, ол көзқарасты ешкім ұстанбаған, кейінгі ғұламалар оны қолдамаған, ондай көзқараспен пәтуа берілмейді. Мгм. Мазхаб ішіндегі тартысты мәселелер, тіпті мысалы оның айтып жатқан көзқарасы ең күшті көзқарас болғанның өзінде де ол яғни тек қана сонымен ғана пәтуа берілу керек деген нәрсе жоқ. Мгм. Кейде қатты мұқтаждық болып тұратын болса, қатты қиындық туып тұрған болса, басқа мазхабтарды да қарастыруға болады. Сол үшін де жалпы пәтуа берілген кезде осындай бір бағанағы дүниелер ескерілуі қажет. Мгм. Жақсы ұстаз, негізі осы сұраққа жауап беріп кетіпсіз. Мынау мен осы сұрақты қояйын деген негізінде, бірақ жауабын алдық. Кейде адамдар намазға келген кезде өздерінің бір жақсы кәсіптерін, жұмыстарын тастап кетіп, мен намаз бастадым деп келе жатады. Енді осы өзіңіз айтқан мәселелеріңізде осының жауабы бар деп ойлаймын. Енді тағы да бір топ адамдар бар, намазға келген кезде мен байимын деп келеді. Негізі намаз адамды байытады ма? Оның кәсібін, ақшасын көбейтеді ме? Енді ана бағана бірінші мәселеге де кішкене тоқтала кетейік. Намаз оқып, одан кейін кәсібін тастап кетеді деген, енді білмеймін, енді оған сол намаз үйреткен адам егер дұрыс емес бағыт берсе, сол себепті болмаса, жалпы егер кәсібі адал кәсіп болатын болса, намаз оқыған кезде сен кәсібіңді таста деген ол ешқандай діннің талабы емес. Ал егер жұмысы харам жұмыс болатын болса, ол адам енді харам кәсіптен құтылуы керек, оны тастау керек. Ол намаз оқысын, оқымасын. Себебі анау біреулер бар ғой, сендерге ішуге болмайды ғой деді да, сендерге ішуге болмайды ғой, сендерге өйтуге болмайды ғой. Сен кімсің деп сұрайсың да, сен өзің мұсылмансың ба, мұсылман емессің бе? Құдайға шүкір мұсылманмын ғой дейді. Мұсылман болсаң, онда саған да болмайды. Ол ойлайды да, егер біреу дін жолында жүрген болса, имамдықта жүрген болса, оған болмайды. Намаз оқитын болса, оған болмайды. Ал намаз оқымаса, демек бәрі болады деген сияқты. Жоқ, бұл көзқарас қате. Сен намаздан сұралғандай Құдайдың алдында, сол кәсібіңнен де сұраласың. Қалай рызқыңды таптың, қалай отбасыңды асырадың деген сияқты. Ол өз алдына жеке жауапкершілік. Мен намаз оқымаймын, демек маған болады деген нәрсе жоқ. Сол үшін ол намаз оқыса да, оқымаса да кәсібі адал болу керек. Табысы адал болу керек. Ол нәрселерде адамның рызқына әсер етеді. Енді кейде мысалы сол харам жұмысты тастады, намазға келді. Сонымен Алла тағала оның рызқына береке берді, сөйтіп байып кетті, олай болып жатады ма? Олай болып жатады. Енді біреу харамнан баюы мүмкін бе? Харамнан да баюы мүмкін. Сол үшін де бұл жерде кейбіреулермен намаз оқысам жолым ашылады, намаз оқысам кәсібім жүреді, намаз оқысам былай деген сияқты оймен құлшылыққа келуі дұрыс емес. Өйткені біз құлшылықты жолымыз ашылуы үшін оқымаймыз. Біз намазды Алланың бұйрығы болғандығы үшін оқимыз. Егер жолдарымыздың бәрі жабылып қалса да, кейде намазға келген кезде сынақ келеді. Неге? Өйткені Алла тағала Құран кәрімде
адамдар иман келтірдік десе болды, біз олар тастап қояды деп ойлай ма, сынаққа ұшырамаймыз деп ойлай ма деп. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Біз алдыңғыларды сынадық, сол сияқты сендерді де сынаймыз. Кімнің ниеті шынайы, кім ықыласты, кім жай ғана осы жолға келді, анықталу үшін біз оларды сынаймыз деп Алла тағала айтып жатыр. Мысалы қазір көпке еріп орамал киді. Қазір енді онша қызық болмай жатыр. Қазір шешсе контенті көбейіп жатыр. Шешсе, міне бағанағы тағы да оған комментарийлер көбейеді. Сонымен сол әлеуметтік желінің құрбаны болып, нәпсісінің құрбаны болып, орамалын шешіп жатқан қыздар бар. Сөйтіп бағанағы тағы да контентімді арттырам, подписчигімді арттырам деген сияқты оймен. Сол үшін де жалпы Алла тағала адамдарды сынайды. Орамалға келді, кірісі азайып қалды. Намазға келді, кірісі азайды. Алла тағала солай сынақ жібереді. Енді сен менің кірісім азайып кетті деп намаз тастап кетесің бе? Алла тағала бізге құлшылықты парыз етті. Алла тағала құлшылыққа лайық. Біз сол үшін Аллаға құлшылық жасаймыз. Оның табысымызға, жұмысымызға, рызқымызға ешқандай қатысы жоқ. Рызық бөлек нәрсе. Енді адамның адал жүріп, адал тұруы рызқына әсер ете ме? Иә, әсер етеді. Сөйтіп оның рызқы артуы мүмкін бе? Артуы мүмкін. Бірақ кемеуі мүмкін бе? Иә, кемеуі де мүмкін. Ол алдын харам жолмен көп табыс тауып жатқан еді. Енді харам екендігін түсінді, одан бас тартуы керек. Енді рызқы азая ма? Рызқы азаяды. Сол үшін де яғни рызықты, табысты ниет ету бұл Құдайға құлшылық жасау емес. Бұл өзіңнің жеке пайдаңды көздеу. Ал намазбен, құлшылықпен жеке пайда көзделмейді. Әркімнің Алла тағала белгілеп берген рызқы бар. Сенің рызқыңды Алла тағала аз қылып жаратқан болса, онда сенің рызқың артпайды. Енді біз оны білмейміз ғой. Алла тағала кімге қандай рызықты жазғандығын. Сол үшін әрекет етеміз. Ал бірақ әрекет етіп болғаннан кейін нәтижесіне қарап айтамыз. Демек, Алла тағала бұл жерден маған рызық жазбапты деп. Мысалы, біреу бір кәсіпті бастайды, ниеттеніп. Кәсібі ары қарай дөңгеленіп, дамып кетеді. Екінші бір адам бастайды, керісінше қарызға батып қалуы мүмкін. Қарызға батып қалады, жұмысы жүрмейді, сонымен қайтадан жабылады. Жабылған кезде енді жүрмеді ме, одан кейін барып белгілі болды. Демек, мына бағытта, мына жерден Алла тағала маған рызық жазбапты деп ол басқаша әрекетін жасайды. Сөйтіп әрдайым әрекетте жүреді. Бірақ Алланың жазып қойған рызқынан артық рызық адамға келмейді. Мен намаз оқыдым, неге рызқым артып кеткен жоқ? Мен намаз оқыдым, неге Форбске кіріп кеткен жоқпын деген сияқты. Жоқ, намаз оның өлшемі емес. Сол үшін де ондай ниетпен намаз оқуға болмайды. Ал енді кейде кәсіп тастап кетеді дегенге байланысты. Кейбіреулер намазға келеді. Сөйтіп жасы 30-дан асып кеткен деген сияқты. Діни білім алам дейді. Жақсы кәсібі бар, жүріп жатқан. Діни білім алғым келеді, барып оқып келгім келеді деп. Оқу оңай деп ойлайды. Сөйтіп барады, көреді, бас шаршаған кезінде разборкаларға қатысып, бастан соқ қалған деген сияқты. Сонымен жаттай алмайды. Білім деген ол уағыз емес қой. Жай ғана тыңдап отыратын, ол жерде жаттау керек, түсіну керек, қорыту керек деген сияқты. Сонымен біраз жүреді, көреді, қиын.
и сынады. Мына жақтан кәсібін тастап қойған. Сол үшін де адам біріншіден өзінің қабілетін біледі, одан кейін өзінің бейімділігін біледі, ол білім алуға бейім бе, бейім емес пе. Негізгі үйде жүріп алатын білімдер бар. Соны алып, егер ода бейімділік болмаса, керісінше жас буынды оқытуға атсалысса, нұр үстінен нұр. Демек, айтпағым бұл жерде жас келіп қалған адам мына жақта жұмысын реттеп қойған, жұмысы жүріп жатыр. Ол адам енді соның бәрін тастап оқуға кетіп қалмастан, керісінше ол шәкірттерге шәкіртақы тағайындап берсе, сол біреулердің оқуына көмектессе, оқуын төлеп берсе, керісінше қоғамға көбірек, дінге көбірек пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Енді ұстаз, мына дінді ұстану көбінесе халықтың стереотипінде бар екен. Дінді ұстану ол зайырлыққа қарсы деп айтады екен. Мысалға бір әлеуметтік желіде бір адам шариғат мәселесін айтып жатса, сонда комментарийлерді көріп жатамыз, біздің мемлекет зайырлы мемлекет қой деп. Неге сен шариғатты айтып жатсың, неге сен халифатты орнатқың келе ма деген сияқты нәрселерді айтады. Жалпы дінді ұстану ол зайырлыққа қарсы ма? Жалпы зайырлық дегеннің өзі негізі сол әркімге өзінің ұстанымын ұстануға, Құдаймен ара қатынасын құруға мүмкіндік беретін жүйе ғой. Яғни оның жеке сеніміне араласпайды. Зайырлықтың бір принципі сол. Біз сол дінді ұстанған кезде, яғни ол Алла мен адамның арасындағы қарым-қатынас. Оған зайырлы мемлекет араласпайды. Мысалы, мен намаз оқығым келеді. Намаз парыз деп білемін. Және намаз парыз деп айтамын. Бірақ мен барып адамдарды, мысалы, мемлекет налог төлеуге, салық төлеуге күштегендей, тағы бір сондай заңмен бір нәрселерді күштегендей біреулерді күштеп жатқан жоқ қой. Сен егер өзіңді мұсылманмын десең, мұсылмандық деген мынау 5 уақыт намаз бар, құлшылық бар, исламның 5 парызы бар, сен оны орындауға міндеттісің деп біз айтамыз. Оны кім ұстанады, кім ұстанбайды, оған мемлекет еркіндік берген. Сол үшін де жалпы дінді ұстану зайырлыққа қайшы деу, бұл негізі зайырлық не екендігін түсінбегендіктен шығатын нәрседе. Мысалы, мемлекет тыйым салмаған, бірақ дінде тыйым салынған дүниелер бар ма? Иә, бар. Сол мемлекетте 18-ге толған адам ішімдік ішемін десе, соны ішіп алып, көлік айдауға отырмаса, тағы да басқа да енді шарттары бар ғой. Ол ішімдік іше алады. Мысалы, кеше ұшып келе жатырмыз, ұшақтың ішінде кәдімгі тамақ берген кезде ішімдік таратып жатыр. Енді жаныңдағы адам ішіп отыр. Мысалы, заказ беріп жатыр. Енді қолдан келген, былай мүмкіндігі болса, жайлап айтып түсіндіресің. Қабылдамай ішемін десе, сен оған бір нәрсе дей алмайсың ғой. Зайырлы мемлекеттеміз. Оны өзінің ұстанымы, енді бірақ дінде ішімдікке тыйым салынады. Сен оны айтасың, мұсылман ретінде мына істі істеуіңе болмайды деп. Сонда біз мемлекетке қайшы нәрсе айтып жатырмыз ба? Жоқ. Мемлекет бұл адамға өзі мен Құдайдың арасындағы ұстаным ұстауға, сол дінді ұстануға мүмкіндік береді. Керісінше сен жоқ, сенде мүмкіндік жоқ дейтін болсаң, онда ол зайырлық, ол демократия емес, ол керісінше диктаторлық. Мысалы, кезінде кәдімгі бізде атеистік мемлекет болды ғой. Және соны бәріне күштеп жүктеді. Бәрін Құдайға сенбеулерің керек, Құдайдан бас тартуларың керек деп. Ал зайырлық деген ол сен
мұсылман боласың ба, сен басқа дін өкілі боласың ба, сен құдайға табынасың ба, сен бағанағы тараканға табынасың ба, өзің білесің дейді. Сол ғой зайырлық. Ал енді басқа біреулерге күштеп жатса, күштеп бағанағы дінді ұстатам деп күш қолданып жатса, әлбетте бұл неге заңға қайшы. Бірақ олай ешкім істеп жатқан жоқ. Олай ешкім істеп жатқан жоқ. Біз тек қана айтамыз, түсіндіреміз. Әрбір адам өз қалауынша дінді ұстанып жатыр. Демек, зайырлық деген дінді ұстануға қайшы нәрсе емес. Енді ұстаз, мынау әлеуметтік желіде кейбір шейхтерді көресің, исламға шақыру емес, олардың харам деп айтулары көп. Біреуді күпірлікпен айыптаулары көп. Былай қарап тұрсаң, исламға шақырады ма деп ойлайсың да, бірақ осындай әңгімелерді көп айтады да. Бірақ сол шейхтерді тыңдасаң, бір ерекше болып, оқшауланып, жалғыз өзің қалып қаласың былай айтқан кезде. Сондай шейхтерді тыңдауға бола ма былай айтқан кезде? Менің беретін кеңесім, жалпы кімді тыңдау керек деген кезде, өзіміздің елдегі Қазақстан мұсылман діни басқармасының аясында сол діни басқарманың бұйрығымен жұмыс істеп жатқан имамдар, ұстаздар, соларды тыңдасын, солардан сұрасын. Ал егер керемет білім артып, тағы да қосымша тыңдаймын деп жатса, сол ұстаздар кеңес берген, дұрыс бағытты үйрететін, адамды оқшаулайтын емес, керісінше адам дінге келгеннен кейін оның мінез құлқы дұрысталу керек, оның адамдармен мәмілесі дұрысталу керек. Өйткені дін деген ол тек қана намаз емес қой. Ол дінге келді ме, енді дінде мінез құлықтың орны бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті бауырыңа күлімдеп қарауың өзі садақа деді. Біреуге жымиып қарасаң, жылы шырай танытсаң, оның өзі садақа, оның өзі сауап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметте маған ең жақын болатындарың мінездері көркем болғандарың деді. Бір әйел бар, намаз оқиды, ораза тұтады, түнде тұрып намаз оқиды, бірақ көршілеріне зиян келтіреді деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол әйел тозақта деді. Намазы керемет, құлшылығы керемет, бірақ басқаларға зиян келтіреді. Адамдар оның қолынан, тілінен зиян көріп жүр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы мұсылман басқаға қолымен, тілімен зиян жеткізбеген адам деді. Оның барлығы діннің талабы ғой. Сол үшін де ол адам дінге келгеннен кейін оқшаулану керек емес, керісінше ол көпшіл болу керек, адамдармен қарым-қатынасы дұрысталу керек, ата-анасымен қарым-қатынасы дұрысталу керек, әйел бала шағасымен қарым-қатынасы дұрысталу керек, оларға көңіл бөлу керек, олар үшін де Құдайдың алдында жауапты екенін сезіну керек, көршілермен мәмілесін дұрыстау керек, туысқанды қарым-қатынасты үзіп тастауға болмайтындығын біліп, оның ауыр күнә екендігін біліп, араздасып жүрген, ренжісіп жүрген туысқандармен қарым-қатынасын дұрыстау керек. Демек, ол дінді толық ұстанған кезде ол дін тек қана намаз емес қой. Ал енді керісінше адамдардан үзілуге, оқшаулануға шақырып жатса, демек ол дұрыс дінді насихаттап жүрген адам емес. Сол үшін де, яғни кім көрінгенді тыңдай берме, сол еліміздегі имамдарды, ұстаздарды тыңдайтын болса, иншалла адаспайды. Ұстаз, тағы да мынау әлеуметтік желіде домбыра харам деп дурықтырады, ұлттық дәстүрді дінге қайшы деп қабылдап жатады. Ислам мен қазақтың салт дәстүр арасындағы байланысты қалай түсіндіресіз? Дәстүр мен діннің ара жігін ажыратуда қандай ұстаным маңызды? Мен қазір ғана сөзімде айтып кеттім ғой, жалпы білімді кімнен алу керек, кімді тыңдау керек деп. Егер ол сол өзіміздің имамдарды, ұстаздарды тыңдайтын болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан шығып жатқан пәтуаларды, басылып жатқан кітаптарды оқитын болса, ол мұндай нәрселерді айтпайды. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және оның ұстаздары, имамдар
сол дінімізбен біте қайнасқан салт дәстүрімізді бірге қоса насихаттайды, және жалпы яғни дінді ұлтқа, ұлттық ерекшеліктерге қарсы қоймастан, керісінше екеуін бірге ұстанып жүруге шақырады. Алла тағала Құран кәрімде біз сендерді ұлттар, ұлыстар етіп жараттық, жер бетінде рулар, тайпалар етіп тараттық деп Құранда айтқан. Және дін ол ерекшеліктерді жоюға шақырмайды. Керісінше мұсылмандықты қабылдаған мысалы түркі халықтары өзінің ұлтын сақтап қалды. Ал қабылдамағандары тілінен де былайша айтқанда айырылды. Қарап отыратын болсақ тарихты, мысалы қажылыққа барасың, жан-жақтан келген мұсылмандар. Қарасаң әрқайсысының өзінің киім ерекшелігі бар. Мысалы өзбек мұсылман болып қалды, исламды қабылдап. Қазақ мұсылман болып қалды, түрік мұсылман деген сияқты. Ешкімнің тілі жойылып кеткен жоқ. Оның ұлттық ерекшелігі жойылып кеткен жоқ. Сол үшін де дініміз Құранда Алла тағала айтқандай ұлтты жоюға, бүкіл ұлттардан бір ұлт жасауға шақырмайды. Керісінше ұлттардың және тілдердің әртүрлі болуы Құдайдың құдіретінің бір белгісі, көрінісі деп Құранда айтқан. Адам сонымен Құдайдың құдіретін сезінеді. Мысалы, адамдардың тілі, неше түрлі әлемде тілдер бар. Бірақ сол сөздерді айтып жатқан адамның, мысалы, медициналық тұрғыдан тексеретін болсаң, бәрінде бір тіл, сол бір тамақ деген сияқты сол сөздер шығып жатқан. Бірақ әртүрлі тілдер бар. Бұл да Құдайдың бір құдіретінің көрінісі. Құдай оны жоюға шақырмайды. Сол үшін де өзіміздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының кітаптарын оқитын болса, бабалар ізімен, тағы да басқа да қанша кітаптар шығып жатыр. Ол жерде сол дініміз біздің ұлттық құндылықтарымызбен, салт дәстүрімізбен қаншалықты біте қайнасып жатқандығы, және біздің салт дәстүріміз сол исламға негізделгендігі анықталған, сол жерде жазылған, көрсетілген, дәлелденген. Исламды қабылдаған бабаларымыз исламды қабылдағаннан кейін сол өздерінің ұстанып жүрген салт дәстүрін исламның, діннің елегінен өткізіп, сөйтіп сол уақытта исламға қайшы емес салт дәстүрді қалдырған, және ол дінімізбен бірігіп кетіп, кәдімгі мысалы салт дәстүрде былай деп айтылады, бірақ түбін тексерсең, оның түбін діннен тауып жатасың. Сол үшін де бұндай мәселелерде оны түсінетін, білетін адамнан сұрау керек. Мысалы, сен шетелдегі біреуге сұрақ қоясың. Мынандай нәрсе бар, ол дұрыс па дейді. Дұрыс па дейсің, ол дұрыс емес деп жауап беруі мүмкін. Неге? Өйткені ол оның қайдан шыққандығын, қандай түсінікке, қандай ұғымға негізделгендігін білмейді. Сөйтеді, солай пәтуа бере салады. Сол үшін де егер сенімді дерек көзден білім алатын болса, сенімді ұстаздардан сұрайтын болса, ол бұндай проблемаға жолықпайды. Ұстаз, мынау жамағат арасында қазір әлеуметтік желіде ақида мәселелерінде түрлі пікірталастар бар. TikTok желісінде ханафилер, сәләфилер деп бөлінеді, одан кейін мұсылмандар, атеистер деп бөлінеді. Міне осы пікірталастар жалпы дұрыс жолда ма, әлде қалай? Немесе пікірталастар мұсылманның несімен қалай болу керек? Оның өзінің бір шарттары немесе шеңбері бар ма екен? Енді жалпы оның бәріне бірдей үкім берілмейді. Әр нәрсеге жеке үкім беріледі. Жалпы сөз таластыру, диалог деген нәрсе бар ма? Дінде бар. Құранда Алла тағала
уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасанати важадилхум биллати хия ахсан. Раббыңның жолына көркем уағызбен, даналықпен шақыр, және одан да жақсырақ болған жолмен пікір таластыр деп жатыр. Жалпы біреуді дінге үгіттеу, насихаттау екі түрлі болады. Сіз айтып жатқан нәрселерді мойындайтын адам, діни құндылықтарды мойындайтын адам, өзін мұсылманмын деп есептейтін адам, бірақ намаз оқып жүрген жоқ, ішіп жүр, мысалы зина жасап жүр. Сіз оны шақырған кезде оны үгіттейсіз, насихаттайсыз. Бауырым, бұл істің дұрыс емес екендігін білесің, бұл үшін сұралатындығын білесің, күнә жазылатындығын білесің, қой, Құдайдан қорық деп оны шақырасыз. Енді екінші бір адам бар, оның көзқарасы бөлек. Мысалы, Құдай жоқ деп есептейтін адам. Сен оған намаз оқы деп айтпайсың ғой. Оған кел бауырым, намаз оқиық, зекетіңді бер деп айтпайсың. Бірінші, оған Құдайдың бар екендігін дәлелдеп бересің. Сол жалғыз Құдайдың Алла екендігін дәлелдеп бересің. Исламның ақиқат екенін дәлелдеп бересің. Одан кейін бар, ол исламды қабылдайды. Исламды қабылдағаннан кейін ары қарай діннің талаптарын орындауға міндетті болады. Бұл жерде енді оның уәжі бар. Мысалы, бұл әлем өздігінен пайда болған дейді. Сен оның өздігінен пайда болмағандығын, оның ғылымға да, логикаға да қайшы екендігін дәлелдеп бересің. Бұл жерде енді міндетті түрде не болады? Пікірталас болады. Пікірталас деген айқайласу, жаға жыртысу емес. Егер ол пікірталас ғылыми ережелердің негізінде бірін-бірі құрметтеу, сөзін бөлу, талас, сөзін бөліп, бір базарға айналып кетпесе. Мысалы, жақында болды ғой, неде, Индияда ма, Надуи деген кісімен Құдай жоқ дейтін атеист кісінің арасында пікірталас болды. Әрқайсысына регламент берілді. Мына 10 минут сөйлейді. Одан кейін екіншісі 10 минут оған жауап береді деген сияқты. Кейін мынау тағы да 5 минут сөйлейді, мынау 5 минут деген сияқты. Осылай кәдімгі тәртібімен, ғылыми ережесімен өтті. Дініміз оған тыйым салмайды. Керісінше, Құранда кітап иелерімен сондай өте көркем түрде пікір таластырыңдар дейді. Неге? Өткен сен спор рождает истину деген сияқты сөз бар ғой орыстарда. Соның нәтижесінде сен өзіңнің ұстанымың дұрыс екендігін дәлелдеп бересің. Бастысы ол бағанағы ұрыс керіс, айқай, бірін-бірі айыптауға ұласып кетпеу керек. Бірін-бірі құрметтеу керек. Сондай бағанағы бір-біріне уақыт беріп, ғылыми шеңберде болатын болса, одан ешқандай зиян жоқ. Керісінше, одан пайда бар. Сол үшін де бұл жерде кім жүргізіп жатыр? Оған кіріп жатқан адам соған лайық па, лайық емес пе, сол тақырыпты біле ме, білмей ме? Одан кейін қандай форматта өтіп жатыр, соған байланысты. Кейде білімсіз кіріп кетеді, да, сөйтіп дұрыс емес жауап беріп, өзі де адасады, басқаларды да адастырады. Оны қанша адам тыңдайды? Бірде-бір сондай Құдай жоқ деген жігітпен біреу сөз таластырып жатыр. Сөз таластырғанда анау жігіт әлгі атеист жігіттің айтып жатқан сөзін түсініп тұрған жоқ. Ол анаған первоначальная материя бар, сен Құдай содан жаратты деп тұрсың ба дейді. Жаңа айтып жатыр. Енді Құдайдың құдіреті күшті ғой. Құдай оған бол деді, ол болды. Яғни оған бол деді, демек ол бар нәрсе ғой деп. Анау былайша айтқанда материя вечный дегенге алып келмекші де, ана оны түсініп тұрған жоқ. Құдай оған бар бол деді, болды, сонымен ол бар бола қалды деп. Жоқ, Алла тағала негізі жоқтан жаратты ғой. Біздің сеніміміз бойынша Алла тағала бұл әлемді жоқтан жаратты. Яғни бастапқы материя деген нәрсе болған жоқ. Еш нәрсе болған жоқ Алладан басқа. Сөйтіп Алла тағала жоқтан осы әлемді
жаратты. Анау оның ар жағында не тұрған түсініп тұрған жоқ та, Мгм. өзінше кіріп алып таласып жатыр, бірақ оның дұрыс емес көзқарасын қабылдап жатқан өзі түсініп тұрған жоқ. Мгм. Сол үшін де бірінші пікірталастыру үшін білім қажет. Мгм. Одан кейін екіншіден екінші жақта негізі шынымен бір нәтижеге қол жеткізгісі келе ме, немесе әдейі сенімен пікірталасқа кіріп, сол жерден бір-екі сөздерді үзіп алып, әлеуметтік желіні шулатып, сені қаралағысы келе ме, оған да қарау керек. Мгм. Олар кімдер? Алдыңғы мысалы олардың жұмысынан көруге болады оны. Мгм. Қазір сондай хайп іздегендер көп қой әлеуметтік желіде, әсіресе ана дінге қарсы. Мысалы бір ұстазымыз айтқан еді, басқа дін өкілдерімен Мгм. пікірталасуға сондай бір отырыс болады екен әр аптада, соған шақырды дейді. Ана ұстазымыз енді мықты енді ол. Мгм. Жан жақты біз ол кісіні энциклопедия деп айтатын едік. Сондай кісі. Бардым деді. Барсам, мына жақта мұсылмандар, ана жақта басқа дін өкілдері, талқылап жатқан тақырыптары неге пайғамбарымыз үйтті, неге мынанша жасында бүйтті, неге үйленген адам мынанша жаста болды, осындай тақырыптар деді. Сонымен мен айттым деді, сен оны түсіну үшін ол жерде мысалы хадис деген бар, риуаят деген бар, мынандай мәселелер бар. Одан кейін сен айтып жатқан нәрсең діннің ішіндегі үкімдері. Сен мұсылман емессің, саған ол нәрсе қатысты емес. Сен оны түсінетіндей. Кел одан да сен бірінші қазір сен үш құдай деп тұрсың, дұрыс па? Иә, мен бір құдай деп тұрмын. Сен Иса құдайдың ұлы деп тұрсың, мен жоқ, ол құдайдың құлы деп тұрмын. Кел сол нәрсені анықтап алайық. Сенің кітабыңда не жазылған? Деп енді олардың кітабында жақсы зерттеп тастаған кісі де, сөйтіп сол тақырыпқа кірдім, сөйтіп пікірталастырдық. Келесі аптадан бастап келмей қойды дейді ана кісілер. Неге? Өйткені олардың мақсаты ол жерде адамдардың миын ашту да. Діннің ішіндегі бағана бір осал тұсы деп ойлаған бір үкімдерді алып, соның төңірегінде пікірталастырғысы келеді. Сен мысалы мұсылмансың ба, мұсылман емессің бе? Мұсылман емес болсаң, қандай көзқарастағы адамсың? Кел сол көзқарасыңды қарастырайық, соны талқылайық. Одан кейін исламды қабылдағаннан кейін ар жағында ол үкімдер сол мұсылмандықты қабылдаған адамға қатысты дүниелер. Сол кезде оны талқылай бересің. Мысалы да. Сол үшін де қандай пиғылдағы адамдар, оған да қарау керек. Қандай форматта өтіп жатыр. Және одан кейін сол пікірталастарға шығып жатқан адамда әлгі тақырыпқа қатысты жеткілікті мәлімет бар ма, жоқ па? Соған да қарау керек. Мысалы бағанағы ол да сайыс қой, былайша айтқанда. Енді ана спортсмендер сайысқа шыққан кезде бірінші дайындалады ғой, дайындықтан өтеді, салмақ қуат деген сияқты. Сол сияқты оған сол тақырыпқа дайындалу керек, жан-жақты зерттеу керек. Содан кейін барып, әлгі шарттардың барлығы сақталып тұрса, шығып пікірталастыруға болады. Алла разы болсын. Бізде енді уақыт шектеулі екен. Осымен біздің сұрақтарымыз бітті. Сізге арналған. Енді сіздің жауаптарыңыздан көптеген мағлұматтар алдық, пайдалы ілім алдық. Алла разы болсын. Енді көрермендерге, сіздерге де Алла разы болсын дейміз. Алда әлі талай ұстаздарымыз келеді, қонақтарымыз келеді. Соған бір сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер болады.